Житинчаныйга қалай мен татыстым. Жарайды. Міне жительшке дом. Енді мен қашып құтыламын. Сонда кремень бар. Енді кремень, гравий. Тағы да бір кремень түссе жақсы болатын еді. Міне тағы да бір кремень. Енді маған менде динамит бар. Менде сохранен мынау зат. Сосын менде бумага бар екен кішкене. Туалетный бумага сияқты. Мен қашып құтыламын. Айтпақшы мынау железный факел ғой. Менде айтпақшы скин тұр басқаша. Бұл деген бак қой деймін какой-то. Менде динамитім бар. Енді бір жерден қашып құтылатын уақыт келді. Осы жерде қашып құтылайын. Мен қашып құтыламын. Мен деген ары қарай өзім эксперименттерімді жасаймын. Осыны алып кетейін. Жылдам. Бірақ ол жерде камера наблюдение жоқ. Қашам. Қашып тағы да бір. Айтпақшы шоколадта мына жерден бірдеңке алайын. Мен қазір кішкене немене? Саған енді динамит керек болады. Мынау беріп бір қойып қой. Мына жерде динамит таппаймын ғой. Мынау мен көріп қояды ғой. Бірақ полиция. Біреу болған сияқты мына жерде. Мен мына жерде мына жерден динамит жоқ сияқты. Жет маған бәрі. Пока. Мынау не біле. Полициядан қорғану керек сияқты. Мен жетілеуте алмаймын. Мен ақырдамын жато. Енді маған динамит керек болады. Мен біреуде динамит бар ғой. Есікті шыдырамыз. Енді қазір алайын. Мен жетілеуте алмаймын. Мен мақтамын. Тоқта маған деген натрийні қосу керек қой. Жылдам. Мынау емес. Бәрінен қорғану сем. Полициядан қашып жүрем. Мына жерде тоже жаттан. Жарайды. Натрий жоқ сияқты мына жерден. Ендешем анан жақтарды басқар. Ақырын. Полиция мені көріп қоймасын. Мен жылай жителін. Немене? Полиция. Алло. Житель ученый қашып кетті, злой ученый. Мен бәрін қашып кетем. Маған енді 10 бар. Жоқ, бітті. 10 бар. Және 10 бар. Натрий. Маған натрийден күшті динамит құрастыруым керек.
Маған алдымен қашыраттан керек болады. Кешіріңіз, бара алмаймыз. Өзіңіз іздеңіз. Полиция келе жатыр. Қазір қашып құтылам. Сәлем достар, себебі бүгін мен Абелгүл және бүгін біз Краусман ойнайтын боламыз. Мен де енді саяхаттан келе жатырмын. Мен де кімге барды деп ойлайсыздар? Әрине мен деген профессионалға барғам. Оған қонаққа барғам. Майнкрафтта профессионалдар бар ғой әртүрлі. Солардың біреу менің бір досым бар, соларға бардым. Жақсы, мен ауылға барайын. Кішкене жатып ұйықтап алайын. Достар, бұл мен түсім, е? Бұл менің түсім. Шынымен. Мен қорқынышты бір түс көріп отырмын. Менің капутта үйім жарылып кеткен сияқты. Жоғалып кеткен сияқты түс көріп отырмын. Лава бар ма? Егер мен түс көріп отырсам, демек ендеше мен түсімде ояну үшін мен оян жойылып кету керек шығар. Көрейікші. Солай оянатын шығар достар. Бірақ неге білмеймін, как-то ауырып жатыр. Достар, жаман идея болған сияқты. Ана жаққа бару, жойылып кету. Жарайды, менің заттарым тірі қалған екен. Мен деген осылай спаун point жасап тастайын. Көбіп кетіпті ғой. Спать можно только ночью, только появились задаты. Жарайды. Мен төсекке жатып тастадым. Енді сол жерде пайда болатын болам. Айтсы жаңа көрдіңіздер ғой, мен деген ана жақты пайда болып қайтадан осы жерде пайда болды. Жақсы, житель ученый іздеу керек па? Мүмкін ол гривер. Достар, қараңыздар, жарылып кеткен. Мына жерде біреу жарған. Мен ойымша динамитті біреу мұнда қойып, сізге жарды да сосын осылай барды да қашып кетті. Ана жақта жарылған. Жақсы. Житель, не барды? Үйді жарған кім екен білесің бе? Білмеймін. Мен айтпақшы, мен бір көршімнің үйінің терезесі сынып жатыр екен. Мен көрген сияқтымын оны. Ондай житель ученый. Достар, житель ученойды қайда екенін іздейміз енді. Менде бірақ кирка жоқ қой. Жарайды, осылай барам. Сосын ауылдың қасында бір заброшенный екі үй бар, біріншісі ал екіншісі сіздер, конечно, білесіздер. Заброшенный бір үй, ол деген гүлдің қасында, статуяның қасында големнің статуясының қасында. Әне сол үй, соған барайық. Сол жерде тығылып отқан шығар. Каньонға түсіп кеттім. Достар, бұл Краусман ешқашан ұмытпаңыздар. Әйтпесе бір зритель ба, подписчик ба комментарий жазған ғой. Какой у тебя Майнкрафт жазба солай. Бірақ менде Майнкрафт емес, бұл Краусман. Енді түсіндіңіздер ме? Жақсы болды. Это Краусман, это игра называется Краусман, не Майнкрафт.
А, Крафтс бар. Вот и все. Жақсы достар, крейік ендеше. Ақырындап крейік. Ана жақта жүзілуші отыр. Мен оны қазір ұстап алам. Стоять! А? Ха-ха-ха, сен өте алмайсың. Қазір мен сындырдым. Мен онсыз да сыра алмайсың. Мен қазір сындырайды өтейін саған. Жарайды, келесі защита. Немене екі блогым жоғалып кетті ғой. Сені өшіреміз. Ха-ха-ха. Сен енді шалмайсың. Достар, мен кирка алмақпын ғой. Вообще кирка жоқ. Сені вставай, кел. Мен де ауылды жар жерге жел. Менің эксперименттерім дұрыс емес болады. Ал мен кеттім, мен ауылды жар жерге. Не үшін? Өйткені мен эксперименттер бәрі ұнатпайды. Өте күшті эксперимент болушы еді. Әрине күшті эксперимент. Жарайды, мен кеттім. Ендеше қашпан ауыл менде. Достар, енді шыға алмаймыз. Қазір көрейік. Мүмкін мен неге бірдеңке қылып сындыра алатын шығарып. Бірақ ол қалай есікті ашып жүр. Қараңыздар, достар. Кішкене жақын тұрып. Наханың қолым жетеді. Не істей алам? Бұлада екенмін. Мүмкін мен каменный кнопка жасай алатын шығарым. Жоқ, жасай алмайды. Кемеңдеше мұнан кішкене сақтайын. Достар, қараңыздар, менде каменға сақтап тастадым бұл өжінекті. Ендеше көрейік. Достар, өте алам енді. 1, 2, 3. Өттік. Ендеше қашамыз. Өткен ол ауылды жарып жереді қазір. Өте алмайын мына жерден. Жарайды бәрі маған. Мына жерден өте салайын. Ол приватқа қоймапты зато. Ақылды екен. Приватқа қоймағаны жақсы болды. Жақсы, енді қашайық. Бұл ана жақтарға кеткен шығар. Жылдам. Достар, жылдам баруымыз керек. Онда сұмдық бар екен, жайды оны қарамай қойық. Ауылды да не ештеңе қалмапты ғой. Кейбір заттар қалды. Жарайды. Оны біз тоқтатамыз. Жақсы сау болыңыздар, достар. Лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздермен бүгін болған абырой сау болыңыздар. Сәлем, достар. Сіздермен бүгін мен Абелга, және бүгін біз әрине ары қарай ана житель ученыймен шайқасатын боламыз. Ол деген өткен бөлімде ауылды жарып жерген болатын. Мен егер сіздер қалай болғаным көрмесеңіздер көріңіздер. Видеоның аты ТНТ деп аталады. Сол видеоны көріңіздер. Ол деген недавно шыққан. Короче, достар, не істейткенімізді білмейміз. Маған деген ана үйді берді. Создатель вещей деген житель бар ғой, әртүрлі заттар шығарады. Сол житель деген маған өзімнің үйім берді. Сөйтіп мен деген қазір рабалеп бара жатырмын. Сол жерде қазір ұйықтайын. Қазір достар, мен ұйықтап алайын. Сосын де ағаш жинап аламыз әрине. Бірақ мен топор керек болады. Мен топорды сатып аламыз жителдерін алуға.
міне сырғаны көмектесті. Жылдам. Достар, жоғарыда шығуға болмайды ғой, жер сілкіністе. Не істейміз? Достар, жер сілкініп жатыр. Бізден ұсталу керек. Ұстау. Достар, міне сынып жатыр блоктар. Жоғарыға шығуға болмайды. Достар, құтқарылуымыз керек. Не істейміз? Достар, ана жақтан келіп жатыр. Трещина. Не дейді? Жылдам айтты. Жер сілкініп жатыр. Тіпті мен қолдарым шыдамай бара жатыр. Міне, достар, каньон шығыпты. Жылдам. Достар, тіпті менде Крабсманның өзі лагает. Достар, бұның Майнкрафт емес Крабсман. Комментке жаза бермеңіздер. Бұл Крабсманды ба, Майнкрафты қандай сияқты комменттер жаза бермеңіздер. Достар, сіздерді қазір құсқыларыңыз кеп жатқан шығар. Бірақ неге мен тіпті мынау айналып жатыр, қазір шығып кететін сияқты. Достар, не болып кетті? Жаңағы жер сілкінді ғой. Қараңыздар, трещина жүрген ғой осы жерде. Осылайды. Олай келіп мына үйді сындырып тастаған. Мен жаңа ұйықтадым ғой осы үйде. Сол үйді сындырып тастаған ғой. Енді керемет түсіп кеттім. Қараңыздар, осылай. Мәрдің үйіне кіріпті. Мәрі өзін амансыз ба? Аха, әніне жақшымын. Не болып кетті? Білмеймін, короче, жер сілкінді. Достар, жылдам текс. Осы жермен болған ғой. Ана жаққа жүрді. Ол кім жасауы мүмкін? Білмеймін мен. Достар, кім жасағанын? Бірақ явно недоброжелатель сияқты. Достар, бұл кім екен? Бұл житель ученый 100% болса. Өйткені ол егер бір рет жасайын деп жүрген, не жасайын деп жүрген, есімде жоқ. Есіме түсті. Бір рет деген ол жасайын деп жүрген, жер сілкінісі жасайтын жер затты. Соның кесірінен сынып кетті. Енді кімде жатамыз? Кімде тұрамыз? Жақсы достар. Біз оны тауып аламыз әрине. Алдымен. Мен ұйықтау керек кішкене. Ұйқым келіп жатыр. Қазір сағат қанша? Сағат не дейсіз? Уже 9 болыпты. Сол үшін ұйықтайды. Сіз мына жақта ұйықтаса бола ма? Әрине ұйықта. Сау болыңыздар достар. Лайк басыңыздар. Бүгінгі болғаннан сау болыңыздар. Сәлем достар. Сіздермен мен Абелгіл, және бүгін біз әрине житель ученыйды іздейміз. Және бүгін біз әрине ағашты жинап алайық алдымен. Сосын үйімізді құрастырамыз. Мен деген достар, былай
көптеген базалар құрастырдым, бірақ оны бәрі жарыла береді. Бәріне анау житель ученый кінәлі сияқты. Қанып қосып бара жатыр ғой. Печка, менде печка бар еді. Осы ағаштардың деген тамақ пісіруге керек болады. Тағы да жақсы крик. Бірақ деген енді ана базамды сындырмаған шығар деп ойлаймын. Оған енді печка керек болады. Печка. Достар, мен қарным қатты ашып жатыр. Давайте мен пісірейін ендеше. Кішкене тамақ пісіріп алайық. Сосын деген базамызға барайық. Тамақ піскенше дейін не істесем болады. Айтпақшы, өткен серияда жер сілкінісі болғанын білетін шығарсыздар. Және ол жерден бір адамның комментариялары да бар. Комментариялар деппін ғой. Комментария бар. Жылдам ана жаққа барайық. Осы үй деген енді ешкімге керек емес, ауылдан удалить етіп тастауымыздай керек болып тұр. Өйткені мына жерде жаман бандит тұрған, жаман эксперименталь тұрған. Міне дәмді етім. Дәмді сынай, достар. Бірақ деген камера дәмді сезбейді. Жаман болды, дәмі күшті болды. Бірақ сіздер тамақ жеп отқан шығарсыздар, сол үшін солай шығар. Күшті шығар сіздерге. Айтпақшы, достар, біз деген ауылды жөндеп жатырмыз. Ана жақта бір домалақ, бір көп тұрғанын көрдіңіздер. Ол деген ешқандай қауіпті зат емес. Бірақ те оған баруға болмайды. Бірақ мен сіздерге көрсетейін. Сен ғой құрашта үйде жатқан, е? Аха, мен ауылды құраштам, өйткені менің строитель достарым көп, және мен деген жас кезімде строитель болған. Житель деген жас кезінде строитель болған екен. Жарайды. Сол жерде тіпті басшы болып мен. Аха. Басшы болыпты, прикиньте, достар. Бұл деген күшті ғой. Түшіп кетпе, білгі өйтпесе қазір сол жерде қалып шошын деген қатып, шошын шалмай жолып кетесін. Бірақ достар, короче, міне сұр түсті цемент көріп тұрсыздар. Сол осы жуынып алайыншы. Достар, қандай болғанын білмейсіздер ғой, сіздер қорқынышты болды. Аған түсіп аяғым деген қатты ауырып кетті ма, бірдеңе болды. Жарайды, мен деген базама барайын. Оны жарып тастамаған шығар енді, хотя бы. Оны ешкім. Не үшін сен жардың? Меніміш. Жарайды. Бірақ деген келесі жол олай істеуші болмаш. Ол кім? Камераға түсіріп алып қайсыз? Шынымен сол екен. Кім? Ол житель ученый, ол деген үйге келді де, сосын деген жарды да мен құлап түстім, одан сосын де оны ұстайын, бірақ те ол кетіп қалды. Ал полицияға звондадым, бірақ те ол келді, сосын деген бір үй тапты. Қандай үй екен, достар? Рахмет. Қараңыздар, айтпақшы, мына жақта сынған бір орындық жатыр екен. Прикиньте, достар, сынған орындық. Аланда болса какой-то бір жер канализация ма сондай бірдеңе жатыр. Сосын, достар, бізде осындай нәрселер өсе бастады. Ол қандай үй екен? Қызық. Маған да қызық, достар. Ал сіздерге ше қызық па? Көрейік. Немене? Ана жақта бір үй пайда болыпты, достар. Полиция. Не болды? Короче, мына үйде біреу тұр, сосын деген оған мамыш кіре алмай жатырмыз. Қалай кіре алмай жатсыздар? Есікті сындыру керек. Немене? Достар, қараңыздар. Приват.
Қараңыздар, мен кіре алмаймын, тіпті мынаны сындыра алмаймын. Чего? Қараңыздар, достар, қалай өтеміз енді? Житель, қорықпа. Қорықпаймын ғой мен. Мен полициялар қазір келеді. Осыған кіре алмақшы, бірақ неге көп полициялар келді. Сындырып кіре алмай жатыр. Шошында ана жақта бір забор тұр. Забор? Полиция мен білем ана заборды. Қандай забор ол? Ол, короче, ана приватқа қоятын забор ғой. Солай ма, жақсы. Бірақ, достар, айтпақшымыз деген Эндерпёрл, мен баруымыз керек. Эндерпёрлмен барсақ жақсы болады. Мына жерде эндерпёрлдар тұрады. Ой, бір ода кедергі жасап. Мына жерде бір эндерпёрлдар бар. Ешкім қарсы болмайды деп ойлаймын. Если что, эндерпёрлдар сатып алуға ақша көп. Осы заттар шыға береді постоянно, достар. Жарайды. Мен деген дереу за защитасы сындырып. Жақсы, эндерпёрл. Ура, достар, мен өтіп кеттім. Полиция. Не? Полиция. Не дейін саған? Короче, эндерпёрлдар бар ба? Эндер жемшіктер. Әрине бар полицияда. Енді солармен келсін, бірақ бүгін полицияға келе алмай кешке демалыс болып жатыр олар. Ал тек бірақ мен келдім. Менде бірақ эндерпёрл жоқ. Енді сендер осында болыңдар. Достар, мен қартым ашыпты. Тамақты дейінші қазір қалталар. Достар, торт бар, торт. Кішкене жеп алайық. Енді осында өтейік. Тоже солай. Достар, менде бір план бар. Барамыз. Сосын жоғарыға телепорт жасаймыз. Ол үшін бізге ағашты қолдануымыз керек. Болады енді. Әй! Жоқ. Мінекей. Житель, мен мұндамын. Ақырында өтейік, достар. Достар, қаным ашып жатыр. Достар, мына жерден, короче, 24 ет тауып алдым. Ақырындап барайық. Астық, әйтсе өліп қалғым келмейді. Кет. Ай. Барайық әнші. Достар, осылай ма тағы да? Оған дейін отхилиться нужно. Өйткені жоғарыда деген барьер тұр. Ал мен деген эндерпёрлмен. Енді тағы да біреу ма? Немене? Не көптеген защита қойып тастапты бұнау. Эндерпёрлдар бітіп қалса қазір. Прикиньте, достар. Қазір мен ешқашанда шыға алмайтын едім анда. Ақырындап. Достар, қараңыздар, зомби. Қараңыздар, мына жерде бедроковый нәрсе. Біреу деген мені ұстап алғысы келген сияқты. Ол житель ученый болып шығудан мүмкін мені ұстағысы келген. Ол да мені эксперименттерге қолданғысы келіп жүр. Шо мені ұнатпайды. Ай, зомби, немене тістейсің, а? Кетші. Қазір түсіп кетпейін жерге. Мен приватта тұрып қалам ғой. Давайте, достар, мына жерде шейік. Мәссаған, достар, қараңыздар. Зомби, тиіспе. Жарайды, немене тиіспе деп отырмын. Мына
Мына жерде деле слабости бар екен. Ай-ай-ай-ай! Андай бір книжка тұр, достар. Шында өтіп кетейік. Өлім келмейді бірақ. Ай-ай-ай-ай-ай! Және... Ай-ай-ай-ай-ай! Достар, қатты ауырды ғой. Қайсысы? Эксперимент, ученый. Шынымен ол болған ғой. Эксперимент с жителем. Эксперимент с жителем. Я его превратил в зомби, и нужно его превратить в жителя. Ана екі зомбині мен өлтіріп тастадым ғой. Міне. Жарайды, оған керек емес болады. Қараңыздар, бағана біз мына жақты көрдік қой. Біз мына жақты канализация деп ойладым мен. Достар. Оказывается, есік екен ғой бұл. Срочно мына жақты жою керек. Полиция! Мына жаққа бірдеңе болды, короче. Келіңіз. Жақшы қару. Достар, жылдам. Кеттік. Жақсы болыңдар, достар, лайк басыңыздар. Каналға тіркелдіңіздер. Ай-ай-ай, тағы да жарылып кетті. Каналға тіркеліңіздер. Сіздермен болған Абилгоу, сау болыңыздар. Сәлем, достар. Сіздермен бүгін мен Абилгоу. Және бүгін біз әрине ары қарай житель ученыйды іздейтін боламыз. Өткен серияда полиция бір үйді көрді. Оған өтіп кетуге бір жол тапты эндерперлдармен. Сөйтіп осындай жерді тауып алды. Сөйтіп сол жерге кірді де әртүрлі нәрселер тауып алды. Достар, мен неге все это время қайда болды өзі? Есімде жоқ. Иә, есіме түсті. Короче, мен все это время ағаш балық ұстауға кеттім, бірақ те удочканы ұтып кетіппін, оказывается, достар. Сөйтіп ауылға қайтып келдім. Достар, қараңыздар. Не мынау? Мына жерде бірдеңе жазылып тұр, бірақ сіздерге көрінбейтін бір текст. Жительский дауыспен. Короче, деп жазылып тұр. Мене жительский дауысты аударала. Короче, қазір не деп тұр? Мына жаққа түскендер удачный болады. Достар, мынау деген ана житель ученыйдың почеркі ғой. Мен мынаған әрине түспеймін. Достар. Достар, сәлем, достар. Еуіп бітті. Достар. Достар, мынау не? Достар, мен есімде қалғаны менде котелға кірдім ғой, бір котелға. Сөйтіп, мен сол котелға кірген сон кіріп, сосын ұйықтап кеп кетті. Сосын деген мен ұйықтап жаттым. Сосын деген сквозь сон мен деген ұйықтап жатқанда бірдеңе естідім. Біреу қазір мен мынаны алып кетейін. Дегендей дауыстар естідім, короче. Деген дауыстар естідім, сосын деген чық-чық деген дауыс естідім, сосын деген дауыс естідім. Сөйтіп, сол дауыстарды естіген соң, дыдыш деген дауыстан кейін 5 минут өткен соң оян. Достар, қалай өтем қараңыздар. Мына мүмкін сындырып тастармын. Жоқ, достар, запривачено. Мынау да, бәрде. Скелет. Жарайды, скелетке жағындамай қояйын. Мына жерде тағы да бір житель болған ғой деп. Оны де лақтыра салған, сосын ол жатты да сосын деген шыға алмай сөйтіп қалып
қалды да скелетке айналып кетті. Міне достар, кішкене жутко жарайды. Ендеше достар, тек менде бір-ақ қана шанс бар. Ол достар, ура, өтіп тастадым. Енді маған өліп қалмау керек болып тұр. Жоғарыда не бар? Жоғарыда ештеңе жоқ екен. Қайда барамыз достар? Анда ма? Мында ма? Давайте осында барайық. Достар, лава көтерілді. Ыстық қосылды. Достар, ыстық қосылып жатыр. Ай, достар, ысып жатыр. Егер температура да болса, демек мен деген ысып кетем. Ысып, сосын деген жойылып. Кете. Достар, не болып кетті? Жаңағы ысып кетті ғой. Жарайды, ақырында барайық. Достар. Жоқ, конвейер ғой мынау. Бармай. Лаваға емес. Достар. Жылдам. Лавада өттік. Ал мынау не? Ашайын. Жабайын. Ашылмайды. Жоқ, достар, құлағым келмейді. Мен ұсталып тұрмын. Достар. Достар, одан сындырып тастайын. Оның үстіне еткен жылдам. Достар, қандай ыстық екен, сіздер білмейсіздер ғой. Сіздер қазір деген мына комнатада болсаңыздар. Хорошо, что камера эффект істемейді. Міне, плита қойдым. Ыстық. Ай. Достар, shift. Достар, маған блоктар керек болады. Қазір қандай блоктар бар? Қазір қалтамдан іздейінші. Достар, наконец-то блок. Достар, енді ешқандай комнаталарға кірмеймін. Ол неге ловушка болып шықты? Жоғарыда бізде ештеңе жоқ. Ай, достар, ыстығыдай. Міне, давайте қоссамыз. Достар, шылыстай. Давайте, мына жинап алайық бәрінді. Алып алайын осылай. Бүкіл заттарымды алайын, енді қашайын. Достар, қалай қашам бірақ? Мынаны қою керек қой, я? Достар, миссиямызды орындаған сияқтымыз. Хоппа. Достар, қандай қорқынышты. Осындай операция болды бізде, достар. Достар, қашайық ендеше жылдам. Қай жерде қашып кетеміз? Қараңыздар, достар, тағы да бір есік бар. Жақсы, мен бұны кім жасауы мүмкін? Осылай бола берсін. Немене? Достар, ауылды жарып жатыр біреу. Қараңыздар. Достар, ауылға не болды? Анда житель ученый тұр. Сәлем, достар, бүгін мен Абелгау және бүгін біз ары қарай житель ученыймен жақсарым боламын. Егер сіздер көрмесеңіздер, өткен серияда житель ученый деген ауыл мені деген бір жерге алып кетіп, ауылды жаулап алды. Енді ол деген шабас бәрін атып жатыр қазір. Бәрі қашып жатыр одан. Сол үшін мен қазір қылышымды алайын, телефонымды алайын, маған админнің көмегі керек. Алло, админ. Алло. Короче, бізде деген бір проблема болып тұр, маған креатив бере аласың ба? Жоқ. Бере алмаймын.
той керек болып тұрады. Мен берші. Жарайды, қазір беремін. Достар қазір береді. Жақсы достар, музыканы қосамыз. Міне, автоскеп болмау үшін, міне достар. Қарайша тұрмайды, сенің қарай тұрсын. Шайқашайық. Достар, атып жатыр маған. Тіпті ол креатив қады. Ай-ай-ай-ай. Тіпті достар, оның оқтары креативті де қадыр жаман әсер ететкен. Креативті де әсер ететкен. Достар, бұны ұйықтатқыш қой. Оны давай алайық әнші достар. Ұйықтатқышты. Оны потом... Ай-а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 й
Достар, қашамыз. Достар, маған пистолет керек болады. О, қараңыздар. Қазір. Міне. Оқтап алайық. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй. Достар, сынып жатыр. Тағы да сынды. Бронямды сындырып тастайтын болды ғой оқты. Оның конструкциясын қазір сындыра аламыз, достар. Оның астында бір динамит бар. Қазір оны біз ақырындап сындырып сосын оны жеңе аламыз. Фу, достар, кішкене. Достар, мен білем енді мен креатив екен, бірақ оның оқтары тіпті креативті адам емес. Қайдамын? Сәлем. Өміз көрші. Ананы тоқтату керек, е? Аха, тоқтатайық. Жақсы кеттік. Достар, музыканы қосамыз тағы да. Менің планым бар. Мен жылдан барам да, ана башынені тұрған динамит бір адамда соған қашып кетем. Бірге қаш. Май. Керектен сындырып тастайын. Өзінің. Достар. Мына житель ученыйды жарып сосын оны полицияға береміз. Полиция? Алло, полиция. Көмек керек. Қазір мен деген житель ученыйды жойған соң алып кетіңіздер. Оны де өте қатты мықты түрмеге алып кетіңіздер. Немесе сізде де бір мықты түрме бар, сол жерге салып тастайсыз ғой оны жасауға, е?
Аха, көмектесеміз. Ақырындап достар, динамитті алайық. Достар, қаштық. Баба, анау қайда? Оны біз жарып жібердік қой жаңағыда. Көрейік достар, қайда кетіп қалды ол? Сені ма? Көмек жоқ. Достар, суды алып тастайық шумнан. Қалай шығам? Жоқ. Қош бол. Жоқ. Полиция сені алып кетеді болды. Сен судан шыға алмайсың. Жоқ. Мен шыға алмай қалдым. Қазір шығып кеттім. Осында отыра тұр. Полиция келеді қазір. Жоқ. Қазір мен мұнан шындырайын. Мынау деген приватта тұр. Жақсы, пока. Жоқ. Ура, достар, біз оны жеңдік. Наконец-то оны жеңдік. Енді біз ауылымызды қайтарып алуымыз керек. Жөндеуіміз керек, достар. Жөндейік. Жақсы, мен уже ананы тоқтаттым. Енді сіздерше сау болыңыздар достар, лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер. Сіздердің бүгін мен болған Абилгүл, сау болыңыздар.